Сүйінші қазақ елі, қазақтың ұлттық ойыны көкпар дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасына енді. Биыл Қырғызстанда 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Біздің ұлттық құраманың ұландары байрақты бәсекеде ел намысын қорғайды. Осы тақырыпты өзекті де талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасы көкпар федерациясының президенті, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Айдарбек Қожаназаров. Қош келдіңіз. Бірден сұрақтан бастайық. Әңгіменің әлқиссасында сүйінші жаңалықпен бастадық. Енді көшпенділер ойындарының тізіміне енді көкпар. Жаңалық деп айтсақ та болады. Бұған дейін яғни былтыр осы көшпенділер ойынның 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынның алдын ала кестесі шыққан кезде көкпар жоқ еді. Енді ойындар кестесі қайта қаралды ма, не болды? Бұл жаңалықтың жарқырап шығуына не түрткі болды? Енді шынымен де бұл жаңалық осы бір сағат бұрын шыққан жаңалық. Қырғызстанда ресми түрде көкпардың көшпенділер ойынына енуіне осы жарияланды. Менің ойымша бұл заңды дүние. Себебі көкпар болсын, көкбору болсын, екі ойын осы біздің екі еліміздің арасында жүрген сондай бір үлкен дәстүрлі маңызы бар сондай бір ойындар. Сол себептен қырғыз бауырларымыздың осындай шешім қабылдағанына енді мың алғыс бір жағынан, екінші жағынан бұл біздің министрліктің, біздің федерациямыздың бұрыннан бері біз жұмыс істеп келе жатқаннан кейін бірқатар біз әңгімемізді жүргіздік, өзіміздің ұсыныстарымызды бердік. Соған байланысты осындай шешім соңында қабылданды. Бұл енді тек қана екі елдің федерацияның немесе министрліктің шешімі емес, бұл нақты менің ойымша қоғамның сондай сұранысы. Себебі қарасаңызшы, қазір Ауғанстан алсақ, сосын өзбек бауырларымыз бар, Тәжікстан, Ресейдегі башқұр мен татарлар, олар барлығы біздің көкпарымызды ойнайды. Сол себептен Қырғызстанда да көкпар ойнайды, бірақ оның көкборуы бар, және де екіншісі ойыны бар. Сол Жерұлақ деп атайды? Жерұлақ деген, Жерұлақ деп атайды оны. Ол да біздің көкпармен сай. Сол себептен бұл заңды құбылыс, бірақ ол бірқатар жұмыс қажет етті. Сол жұмысты біз атқардық, министрлік атқарды. Сол министрліктің көмегімен, министрліктің қатысуымен үлкен осындай жетістікке жеттік.